Сағымды даламсыңдар, сабырлы орман, көзімнен көл төгілер сағынғаннан. Құдайдан бір жақсылық жетсе маған, сендердің дұғаңдаймын, қабыл болған. Иә, осы өлең жолдарының авторы, белгілі айтыскер ақын, қазақ еліне Алланың дінін, Алланың бұйрығын насихаттап жүрген, елім, жерім деп жүрген азамат ағамыз Серікқалиев кешкі уақытта көлік қақтығысынан өмірден өтті. Ағамыздың артында жауһар жырлар жаңғырып тұр. Әлі де сенгіміз келмейді, бірақ бәріміз Аллаға қайтушымыз. Ағамыздың жатқан жері жайлы, жаны жәннатта болсын. Бақұл бол аға, бақұл бол.